Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы бұл не? Бүгінгі сабақта баяу және анық айтылған, жиі қолданылатын сөздердің мағынасын түсінесің. Мұғалімнің қолдауымен заттың атын, іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша тілде қолданасың. Жаңа сөздерге назар аударайық. Доп, маған, берші, беріңізші, міне, ал. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала, үлгі бойынша сөйлес. Доп, текше, кітап, дәптер, қалам, қарындаш. Бұл не? Бұл кітап. Екінші тапсырма. Тыңда, қайтала, үлгі бойынша сөйлес. Салыстыр. Маған кітап берші. Міне, ал. Маған кітап беріңізші. Міне, ал. Есте сақта. Оқушылар, берілген суретке назар аударайық және салыстырайық. Маған кітап берші. Міне, ал. Маған кітап беріңізші. Міне, ал. Оқушылар, берші сөзін досымызға, құрбымызға айтамыз. Беріңізші сөзін сыпайы түрде үлкен кісіге айтамыз. Есімізде сақтайық. Үшінші тапсырма. Тыңда, қайтала, жаттап ал. Бұл не? Кітап. Бұл не? Қалам. Кітап, дәптер, қалам беріңізші маған. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Баяу және анық айтылған, жиі қолданылатын сөздердің мағынасын түсіндің. Мұғалімнің қолдауымен заттың атын, іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша тілде қолдандың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасаймыз. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйде бірінші жұмыс дәптерінің 5-ші бетіндегі бірінші, екінші тапсырманы жазбаша орындаймыз. Жаңа сөздерді жаттаймыз. Оқушылар, сабақ аяқталды, сау болыңдар.